сабаққа термиту тапсырмасын дейік. Оқушылар, мен сіздерге ақ қағаз таратамын. Жекелеп осы ақ қағазға біздер бүгінгі сабақта скретч программасында алмамен жұмыс жасаймыз. Алдымен алманың суретін біз қазір оқушылар күз мезгілі алма пісе ма? Өте дәрумендерге бай алма жемісі тәтті ұнай ма сіздерге? Оқушылар, бұл алманы қазір бастап салмайсыңдар. Мен сіздерді ортаға шақырам, бір-біріміздің арқамыздың артында тұрып, осы алманың суретін салатын боламыз. Ол үшін қолдарындағы қағазды аламыз және қаламды алып ортаға жинақталып қояйық. Мен бастайын. Оқушылар, ескертпегендей, арасында шап жүріп қозғаламыз. Сол кезде сурет салу тоқтатпаңыздар, жарай ма? Бастаймыз оқушылар. Мен арқама қой. Дайын, 1-2 бастаймыз оқушылар. Бастадық. Алманың суретін салғанымыз. Бір алма болса жеткілікті. Алғашқы бір екі оқушы болса, жарайды. Болды ба? Жақсы оқушылар, қастарына, орындарына отырамыз. Болды, аяқтаймыз оқушылар. Болды, жұмысты болды, сырламайын, ештеңе өзгертпейміз. Тек қана оқушылар аты жөндерін жасап ойыңдар, аттарыңды. Ат жөндерін жасап ойыңдар оқушылар. Иә. Бізде әнел барлық тапсырманы жинап алсын. Болды. Жарайды, 3 алма салыпты. Біз бүгінгі сабақта 3 алманы ағаштан түсіріп ойнайтын боламыз. Жоқ, қазір күтетін оқушылар тапсырма береміз. Оқушылар, біздің жаңағы ақ қағазға салған алмамызды біз осы картинаға салғанбыз оқушылар. Бізге бұл картина сиқырлы. Себебі бізге алма жасап береді. Және жасанды интеллектті білеміз бе оқушылар? ChatGPT-ді қолданамыз ба? Қолданатын оқушылар бар, бірақ басқалардың сыныпта барлық оқушылар қолданбайтын сияқты. Оқушылар үндемей отыр. Оқушылар бар картина сиқырлы болған соншалықты қазір бізге жасанды интеллектпен сіздердің алмаларыңызды жаңаша бейне жасап береді. Және ішіне осы картина сізге алма салып береді. Әкел сала ғой көңілден алманың суреттерін. Жарайсың оқушылар. Жақсы. Ашыңызда бүгінгі жаңа тақырып қозғалыс командаларын жоба қолдану. Дәптерімізді ашамыз. Дәптер ашамыз. Қазір компьютерді жұмыс қоямыз. Сәлден жасаймыз. Дәптерімізді ашып. Бүгінгі күннің сұрағын оқушылар. Оқушылар бүгін қазанның нешесі? 15. Жазайық 15. Жаңа тақырып қозғалыс командаларын жоба құруда қолдану. Жоба құруда дәптерлерімізге жазып аламыз оқушылар. Болды? Жалпы жасанды интеллектті, компьютер технологияны жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде бізде ылғида қазақ тілінде бола бермейді кейбір программалар. Мойындайсыңдар ма? Орыс тілі немесе ағылшын тілі болады. Сол үшін бізде кітапта берілген ойын идеясы, идея игры, данная идея. Жобаны құру, создать проект, креатив, проект деген осы 3 тілде жазылған, 2 сөзі 3 тілде аударылған. Дәптерге түсіріп жазып алайық осы словарды, сөздікті. Міне, осы сөздіктерді дәптерге жазып аламыз. Мына жерде жаңадан басталған болмаса, тақырыптың
Жазып болдық па оқушылар тақырыпты? Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақ барысында біздер ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді қолданамыз оқушылар. Біз алдынан бері өтіп жатырмыз. Алгоритм, цикл деген сөздер таныс па сіздерге? Естіп жүрміз ба? Естіп жүрміз оқушылар. Алгоритм дегеніміз не? Цикл дегеніміз не? Кім айта алады? Циклдік алгоритм дегеніміз не оқушылар? Айта ғой, әне. Циклдік алгоритм дегеніміз белгілі бір сандар немесе көрсетілген шарт орындалғанша қайталанатын іс-әрекетті біледі. Иә, жарайсың. Тағы бар ма айтамын деушілер? Оқушылар, жалпы алгоритм нешеге бөлінеді екен? Үшке бөлінеді екен. Тұрып айта қойшы, аттарын білесің ба? Кім біледі? Үш топқа бөлінеді. Айта ғой. Мана айтыңыз. Үш топқа біле ғой? Я, айта ғой. Сызықты. Айта. Жарайсың, дұрыс па оқушылар? Иә, дұрыс екен. Неге басқаларының сөйлемей өтіңіз? Емінерді жауап берсеңдер болады. Оқушылар бүгін циклдік алгоритмде кішкене мен сіздерге тапсырма берейін. Алдымен жұмыс бастамас үшін экранға қазір қарай оқушылар. Оқушылар, біздер орталармен тапсырма орындап білеміз, мен сіздерге тапсырма көрсетейін. Жазып болдық па оқушылар? Маған тапсырма орындауға сен жаңа сұрақтар оқиды. Шыға ғой. Жоқ, бір-бірден шығамыз. Орасынан шыға ғой. Қаламды аламыз. Тапсырманы бастаймыз. Скрич бағдарламасы да блоктарда таптық қазір оқиғалар. Арна оқиғалар. Айнымалы. Таңдайық біреу. Қайсысы блокта болады? Жоқ. Осы берілген қате. Дұрыс орындамалы. Айнымалы. Тиіс таптық. Қайсысы? Үсін басшы сұрақтарын біреу. Дұрыс екен. Тағы. Уақыт өтіп жатыр, тез етеміз. Дұрыс екен. Сенсорларды. Келесі фон. Менің блоктарым. Дұрыс екен. Енді келесі оқушыға береміз. Қазір. Барлығында білеміз, қызығушылықтарым бар. Қате болды. Қазір. Келесі костюм дейді. Бар ма? Блок болып табыла ма? Келесі фон. Иә. Қате оқушылар. Тамаша, дұрыс па екен? Келесі фон. Мына екеуі? Иә, блок болып табылмай. Жарайсың оқушылар, отыра қойыңдар. Тағы да ма? Жақсы оқушылар. Екі оқушы аламын, кезіға келе қойын, аңсаға келе қойын. Оқушылар біздер. Бастайық, аяғымыздар, қаламды. 30 секундында керек. Блоктарды таптық. Бақытқа бір оқиғалар. Біреуін таңдайсың. Бақытқа бір блокқа жата ма? Кесек үйіп қалу керексің. Көп шыққан ішке кіріп кетіп тұр. Салыстыру дейді. Жата ма? Оқиғалар. Менің блоктарым. Келесі. Біреу шығайындар. Кездесі орнына салыстыру. Қате. Шықпай қалды. Басқалар жата ма? Тез 30 секунд болып. Тамаша. Отыра ғой. Аян, келесі. Келе ғой. Басқа блокқа жата ма? Қозғалыс сенсор. Тесен басқа үлгермей қаласың әйтпесе. Кіріп кетті уже жаңа біреуі. Келесі фон жата ма? Оқиғалар жата ма? Оқиғалар жата ма? Тез үлгер. Жатады екен.
Сенсорлар қозғалыс сата ма? Қате. Болды. Тамаша. Білімдеріміз шыңдадық па? Есіңізге түсірдік па блоктарды? Кейбір оқушыларда қателікті. Солай ма? Алдағы уақытта жасаған жұмысымызға мұқият болуымыз керек оқушылар. Енді бүгінгі тақырып тұру үшін мен топ IQ программасын іске қосайын. Оқушылар, енді Scratch программасында біз жұмыс жасауымыз керек. Біз сіз кітаптарға назар аударайық оқушылар. Сіздің кітаптарыңызда менің суреті тұр бізде. Ағаш алмалар. Оқушылар, жалпы өмірлеріңізде компьютерлі ойынмен ойнап көрдіңдер ме? Ойнап көрдіңдер ме? Ойнап көрдім бе? Ойнап көрдім. Оқушылар, әртүрлі логикалық адамның ойынын, зерттігін жоғары дамыту үшін компьютерлі ойындар да керек. Бірақ бір аса қажетті болып, қатты ойнап, уақыт жоғалтып, ата-ананың айтқан тыңдамайтындай қатты ойнауға бола ма оқушылар? Болмайды, қатты беріліп ойнауға болмайды. Тек қана азғандай минутта ойнау керек. Сіздер үшін неше минут? 10-15 минут жеткілікті. Жақсы оқушылар, бізге берілген тапсырма бойынша кітаптарымызда осы тапсырмалардан біз ойын құрастыруымыз керек. Ойлап үлгердіңдер ме? Мен айтқанша болған жоқ. Жақсы, қандай ойын құрастырасың маған? Иә, айта ғой. Екі алманы ағаштың үстіне, бір алманы жерге. Бір алманы жерге қоясың. Ал кірпінің қандай жақсы бұл жерде? Алманы алып кетіп барады. Алманы алып кетіп барады, айта ғой. Кірпі алманы алып кетеді. Иә. Сіз келесі, кім айта алады тағы? Тағы? Аян. Далада ағаш не істеп тұр? Иә. Ағаш не істейді далада, айта ғой. Иә. Не істейді? Өседі. Ағашта не өседі? Алма өседі. Жақсы оқушылар. Біздер жалпы Scratch программасымен біздер басты кейіпкер спрайтпен жұмыс жасадық, солай ма? Енді бүгін спрайт кешегі сабақта да өттік, басқа кейіпкерлермен жұмыс жасаймыз оқушылар. Біз бүгінгі сабаққа еңбекқор кірпі деген тақырып бойынша ойын құрастырамыз. Оқушылар, сіздердің кітаптарыңызда тұрған мына табиғаттың суреті фонға жата ма? Жатады. Кірпі, алма, ағашты. Біз осы жерде қозғалысқа түсіруіміз керек, алгоритм бойынша программа құрастыруымыз керек, скрипсін жасауымыз керек. Мына жерде қай суреттерді қозғалысқа түсіруге болады? Фонды қозғалысқа түсіруге бола ма? Фон қозғала ма? Табиғат қозғала ма? Жоқ. Кірпі қозғала ма? Ағаш қозғала ма? Қозғала. Бір жерде өсіп түседі, ал жылда көктемде гүлдейді, жазда пісіп, алма күзде не істейді? Жеміс береді, солай ма? Осы аралықта бізде кірпі не істейді? Кірпі не істейді? Алманы. Төбеде жайнап пісіп тұрған алманы не істейді? Алып жегісі келіп ұмтылады. Үлкен алма болса, кірпі кішкентай. Солай ма? Оқушылар, кірпі не істейді? Қозғалысқа түсе ма? Бір алмадан екінші алманы тасиды. Біз осы жобаны, осы ойынды Scratch программасында жасақтауымыз керек, программа жасауымыз керек. Ол үшін оқушылар топикте біз қазір түсіндіретін боламыз сіздерге. Мына жерде қараңдар оқушылар. Жалпы қандай тақырыпта компьютер ойнатасың дейді. Жаңа айттық та, енді біз жаңа ортаға салдық. Біз ойынды талқыладық қандай. Енді қараңдар оқушылар. Мына жерде кірпінің скриптісін көрсеткен. Біздің кітабымызда бар ма кірпінің скриптісі? Бізге дайын еткен. Осы кірпінің скриптісін жасауымыз керек. Шаштың бұды? Болды ма оқушылар? Бұл жерден алмаймыз оқушылар. Из файла деген бар. Мына жерде из файла ашамыз. Алма алдында бар, из файла бар. Из файла деген мына жерде қазір. Күте тұр қазір. Мына қонғама саған алма керек бар. Алманы ал. Алманы ал. Сосын открыть. Қанша кіл? Іздеп тап. Аян.
Nasıl kuş? Оқушылар іздесеңдер барлығы шығар. Bir-бірлерінен көмек сұрауға болады. Испаева деймін. Шықты ғане. Отыр, орнына отыр. Енді фонды қою үшін мына жерде жаңа фон таңдайсың. Иә. Жоқ, екінші жаңа фон деген таңдаш. Жаңа фон. Иә, бас. Осы жерден бізге нені суреті керек? Жоқ, табиғаттың суреті керек қой бізге. Бас табиғатты. Открыть. Рабочий столға кір. Шықты ма табиғаттың суреті? Так, міне скрипттерге кірейік. Онға кірейік. Не шықты сенде? Он шықты ғой. Мына қазір скриптті қалай түсіруге көрсетілген. Жұмыс жасау керек барлығын көрсетілді. Біз блоктардан тапсырмаларды аламыз. Қазір сіздерге жалпы күрделі ойындармен танысу алдағы уақытта бізге өте жұмыс жасау үшін керек болады. Жалпы ойынның программасы біз үшін қиын болмайды деп ойлаймын. Міне, бар блоктар таныс оқушыларда, таныс па бізге? Компьютер тұр, да? Ноутбук, осы алға қарай жақындап. Ноутбукты аштық па? Ноутбукты ашып, Scratch программасын ашамыз. Scratch программасы сіздердің кітаптарыңызда көрсетілген манағы кірпіні, ағашты, үш алманың суретін программасын жасаймыз. Экранға назар аударайықшы оқушылар. Мен мына жерден видео қоямын. Біз осындай программа жасақтауымыз керек. Қарайын оқушылар. Көріп тұрсыңдар ма? Кірпі не істеп жатыр бізде? Алманы жинап жатыр оқушылар. Қараңдар, неше алма бар бізде? Үш алма бар. Бір алмадан соң екіншісінің көшірмесін жасауға болады. Енді оқушылар, мына жерде көрсетілген бізде кітаптарымызға қарайық. Кірпінің қозғалысының скриптісін жасауымыз керек. Бірінші не? Бізде бірінші басы болады оқушылар. Сосын кірпі оңға істейді, қозғалады. Сосын шетке қарай тірелсе, істейді, кейін қарай кетіп қала ма, әлде алға қарай келе ма? Яғни кері қайтады, солай ма? Сосын кірпі солдан оңға қарай созылады, сосын аяқталады. Бұл біздің кірпінің бірінші скриптісі. Скриптті бастаған кезде бастаймыз, скриптті қоямыз. Оқушылар, бұл сіздерде көрсетілген нелер кірпі, ағаштар компьютердің памятында жоқ. Сол үшін мен арнайы сіздерге папка дайындап қойдым. Scratch деген папка рабочий столда сақтаулы. Осы кірпінің, табиғаттың, алмалардың суреті бар. Не болды? Бірінші, осы спрайтты біз алдымен жоюымыз керек. Ол үшін жоюды білеміз ба? Алдына қарап отырып, өзіміз жеке жұмыс жасаймыз оқушылар. Ешкімнің көмегінсіз. Әр спрайттың үстіне барамыз. Шыққанның сол жағын басқан кезде жою деген батырма шығады. Жарайсың, міне оқушы жойып үлгеріпті. Енді оқушылар бізге бүгінгі тақырыптарға алма, кірпі, табиғаттың суреті біздің компьютерде көрсетілмеген. Мен оны арнайы папкамен әр ноутбукқа жекелеп қойдым. Сол үшін жоқ, фоннан қарамаймыз. X-қа бар жауып таста. Иә, жауып таста. Мында папканың суреті тұр. Қара. Бірінші мына жерден фондау үшін папканың суреті бар. Оқушылар, дайын фондау, камера тұр. Иә, Scratch деген. Жоқ, қате аштың сен, жап. Дайын папканың жадына, иә, жап. Неге шықпай тұрсаң, шалмай тұр. Болдырмауды басамыз. Так, мына жерде папканың суреті тұр. Қазір айтам. Scratch деген программа не бар ма? Төмен қарай тұрс. Тағы. Қазір. Тағы. Сүйікші. Міне, Scratch деген папка таптың ба? Осы жерден табиғаттың фонын ала қой. Міне, Scratch деген папка тұр. Scratch деген папка. Ашу, кіркірек басысының. Ашу бас, открыть. Табиғаттың фонын ал.
Ya, открыть. Открыть. Жоқ, сен кірпін алмайсың ғой, фонға қайсыны аламыз біз? Я табиғатты аламыз, тамаша табиғатты қойдың. Енді біз қалған кейіпкерлерді қоюымыз керек. Ол үшін мына жерде, келесі. Сен компьютердің жадынан алып жатсың. Біз арнайы папкадан алуымыз керек. Қайтадан болдырмауды бас. Мен бір бастап көрсетемін қазір. Бір бастап көрсем, папкадан аласың мұнда. Я. Енді саған не керек? Кірпі керек па? Я. Алады жеке. Енді бұл жоямыз деген оқушыда қалай жоямыз? Үстіне барып сол жағын басамыз. Мен жасап берсем, сен ұмытып қаласың. Я. Жоқ, смыштың бұлай басамыз. Осы жерден жою таңда. Я. Енді біз фонда алуымыз керек. Бізде фонда қалай? Қараш бер қарай. Міне фонда бізде табиғаттың суреті тұр. Фонға кіреміз, оқушылар. Мында кір. Жаңа фонды алмаймыз оқушылар. Жаңа фонның қасында папканың суреті бар. Болдырмауды бас. Фонға кір. Міне, бас ашып қайдаман. Я. Файлға кір. Шимадан скрипч дегенді пайдалан. Открыть. Жаңа деген. Қазір. Фонды таңда. Я, открыть. Таңдаған жоқсың сен фонды. Фонды таңдайсың. Артық сенің. Жоқ. Мына жерде фонды артық таста. Аян шуламайын сабақта отырмыз. Болды, ең фон келді саған. Енді алмаларды сен қате қойдысың. Алмаларға бар үстінен. Мыштың мұң жағын бас, иә, жоюда. 3 алманы жойып тұста. Компьютер жадын алма, иә. Мереке болды. Так, рабочий столға кіреміз. Ya, ағаш салады. Открыть таңдайсың. Размерін қалай өзгертеміз? Размерін кішірейтуге бола ма? Жарайсың сен. Мына оқушы дұрысша салатын бәрін. Енді фон қояйық. Фонды қою үшін мына жағына барамыз. Міне фонды мына жерге қоямыз. Қазір барам. Жоқ, екінші. Иә. Екінші. Басым. Жоқ, мен мына жерден аласың. Басшы. Иә. Бұл жерде не керек бізге? Табиғат керек. Табиғат. Открыть. Қазір бар. Бәрі бар. Сенде артық фон тұр. Артық фон кетіп таста. X-қа бар. Өшіреміз. Жоқ, фон 2, фон 1 деп тұр. Басшы, фон 1 денге бас. Иә. X-қа бар болып таста. Иә. Дұрыстап отыр, орныңа отыр дұрыстап. Иә, орның отыр. Тағы да кетіп, болды, енді шықты. Енді сен суреттерді шөлдейсің. Саған деген фон керек па? Фон керек болса, бізде қандай фон? Табиғаттың фоны. Оқушылар, біз фонды аламыз табиғатқа. Ал кейіпкерлерді міне кетірмеңдер, фонға алып тұрсын. Ағаш бар. Ағаш қайда? Сен ағашты өшіргенсің сен. Сен ағашты өшіріп тастағансың мына жерден. Фонға келді. Фонды қойыпсың ғой да? Фонды қойдың. Открытті бас. Шықты ма сенде? Шықты ма? Фондары қойылды ма? Я, болған оқушылар. Енді бізде қарайықшы. Екінші суретте жобаның орындалу сәті. Барлық фондар, кейіпкерлер қойылды. Ал енді кейіпкердің скрипкісі. 3-ші және 4-ші, 5-ші, 6-ші суреттерді қарайық оқушылар кітаптарымыздан. Осы программаның, осы ойынның скрипкісін жасау керекпіз. Тамаша. Шықты ма? Міне, кітабыңды аш. Кітабыңды аша қой. Кітабыңды аш. Міне, бірінші кейіпкердің скрипкісі, екінші алманың скрипкісі. Міне. Скрипк жасап білеміз ғой оқушылар. Оқушылар, бірінші әр кейіпкерге барамыз.
қазір. Шықпай жатыр ма сенде? Пенал? Неге? Қазір аласың. Открыть. Шықта міне, енді артық екі фонды оқушылар, кейбір оқушылар фондарын артық қойып отыр. Үстіне бар. Өшір. Енді скрипті жасайсың. Сенде бірінші ненің скриптісі дейді? Бірінші кірпіні белгілеп ал. Енді скриптісін қоямыз. Иксқа бар. Қазір мына жақта кішкене түсінбей жатқан оқушы бар. Иксқа қайталап тастаймыз. Закрыть полный. Енді мына жерден папканы аламыз. Бізде алма уже қозғалған оқушылар. Біздегі жұмыс процесі мынандай болу керек. Көріп тұрсыңдар ма? Бізде әлі кішкене кешеуілдеп отқан оқушылар бар. Сондықтан Әнел сияқты тез қимылдай оқушылар. Әнел, сен біреуінен алманы жеке-жеке қойдың ба, әлде көшірмесін жасадың ба? Көшірмесін жасадың ба, жеке-жеке қойдың ба? Жеке-жеке қойдың ба? Сонды қолмен қойып отырсың сен. Әрине қолмен қойып отырсың. Енді мына жерге Апай, мынаны үлкейтуге бола ма? Үлкейтуге қазір жоқ. Енді мынаның басылған кезден басамыз, туды баса ғой. Иә. Бас. Бас неге шықпай тұр? Мынаны бас, экран баса ғой. Енді тоқтату үшін қасындағы дөңгелек қызылды басасың, стопты. Стопты баса ғой. Сен скриптіні қате жіберіп отырсың. Біліп тұрсың ба? Неге сенде алма бізде айналып жүре ма? Әнел жасаған, бірақ Әнел бізде қате жіберген. Бізде сен скриптіні қате, Әнел қара. Скриптіні сен алмаға қойып отырсың. Бізде скрипті кірпіде болу керек. Мана мен экранда көрсеттім. Түсінің ба? Қатеңді қазір тексеріп жіберейік онда. Уменьшите. Так, көріп тұрсың ба? Мен алмада тұр. Бізде алға оқушылар оңға солға жүре ма? Жерге қоп деп түсу керек қода. Онда мына жасаған жұмысының бәрі қате болып табылады. Кірпіге келесін жаса. Кірпіге жаса тез. Апа, мен сасап болдым. Жарайсың сен міне мына оқушының жұмысы шетке қарай кетіп қалған. Апа, мен сасап болдым. Бас қызылды. Апа, мен сасап болдым. Қадам не 83. Шет жаққа бұрылумен итеруді айтпаш. Шет жаққа бұрылумен итеру қалып қойған сен. Болды. Оқушылар жоғарғы жүрменге уақыт жоғалтпайды. Тез скриптісіне қарай. Енді скриптісін алайық. Так, сенде бірінші скрипті міне. Бірінші скриптісін жасаймыз. Ол үшін скриптті аламыз. Бірінші қайда тұрады? Бірінші басылған кезде. Не сенің кірпің жырды енді. Апай болдым. Кірпіміз біздің енді қозғалысқа түсті. Жарай ма? Бірақ сенің бір қатең бар, кірпің төңкеріп кеткен, да? Енді жақсы. Қайсы қарап жүрейін. Так, енді сен мына жерде скриптісін жасайсың міне. Скриптісін жасайсың. Мына қаяқта деп тұр? Скрипті? Кірпінің скриптісі деп тұр. Кіреміз оқиғаларға. Кіре оқиғалар басылған кезден аламыз. Тамаша. Келесі. Әрқашан қайда орналасқан оқушылар? Әрқашан қайда орналасқан? Басқаруда орналасқан. Жақындатамыз, қасына қосамыз. Келесі. Қадам жылжу. Ол қайда? Қадам жылжу оқушылар. Бізде кішкене. Кірпің қозғалды ма?
Так, келбетте. Келбетке кіре ғой. Келбет. Оқушылар түс бойынша айыру жеңіл ғой өте. Қадам жылдыңды аламыз. Мама. Шет жаққа бұрылу деген қайда? Апайна басылған кезде дейді апайна. Қазір. Апайна кірген жүрді. Міне қадам жылжып қозғалыстың ішінде екен оқушылар. Кіре қойып, иә. Апайна болды. Біз уақытын істейміз. Өзгертеміз. Жоқ, осының ішінде. Міне өту, бұрылу. Өту, бұрылу. Я. Тамаша елі скрипсін жасай бер. Сен тілді қазақша қоймадың ба? Қазақша шықпады ма? Қазір. Мына жерден қазақшаны тыңдай қояйық. Көріп тұрсың ба қазақшаны? Сенде қазақша тіл болғасын, бізде ноутбуктың саны көрсетілмей тіл ауыстырамыз русскийге. Сенде де тілің қазақша қазір қозғалыстың 5 минуты, я шығып кет бұдан. Болдың ғой, бас. Ауысың енді, кетке кіршеш мұндай, я? Не кетке мұнда кіреміз? Жоқ, келесі қаптың суретіне кіреміз, бас. Я, не ала осы үш кетке. Болдың? Қозғалысқа түсті ма? Жақсы, енді алмаға көшеміз. Оқушылар алманы бірінші белгілеп аламыз. Бізде мана әлем ең бірінші болды, бірақ жасаған жұмысы қате болды. Себебі кейіпкерден қателескен. Сіздер де қателеспеңдер. Тамаша кейіпкердің бәрін қойыпсың. Үш алман тұр. Тездетіп скрипсін жасайық. Тамаша скрипсін жасап отыр. Ақ түсіп кеткен ба? Үстінен бар, удалить не все ғой. Жойды басады. Сенде де бір алма, төрт алма болып кетті. Бізде кітап қойынша неше алма шығу керек? Үш алма шығу керек. Жоя қойып. Мына жерге барамыз. Оқушылар өздерін жасаған, мен тек қана көрсетемін сіздерге. Жасайтын өздерің боласыңдар, жарайсыңдар. Неге? Сен фонда тұрсың ғой. Мына жерге скриптіні қойшайсың, скриптті бас. Ал біреуін. Открыть. Я. Келесі. Алма. Бар şimdi. Секунд күту деген бар. Секунд күту деген қай жерде оқушылар? Бір секунд күту деген міне. Сен қате жіберіп жатсың. Міне. Оқушылар, міне бір қате тарif естім. Бір бетке екі скриптті қоюға бола ма бір кейіпкерге? Болмайды. Әр кейіпкердің өзіндік жеке скриптісін жасау керекпіз. Міне, мынаның бәрі сенде қате болып табылады. Жой, тезірек. Так, болған оқушылар бізде оқушылар мана сіздерге қағаз жүзінде келген сиқырлы алма келді. Жеп қойған кірпілерінің орнына мен сендерге алма беремін. Бірінші алманы мен Аянға беремін. Тағы кімнің алмасын кірпі жеп қойды? Жеп қойды ма? Жарайсың, мен саған алма берейін. Тағы кімнің кірпісі жеп қойды? Жұмысын жеді ма шынымен? Сені бар тексерейін алдымен. Әнелден бастайын, әнел. Бір алмамды жепті да, әнелге берейін. Жарайсың ма? Алман жемеген, сен кірпі қозғалады. Поп деп алма істеу керек оқушылар. Жерге түсу керек, сосын оны кірпі қағып алу керек. Аясының ішінде тұрады. Қозғалыс қайда бізде? Төбеде тұрады. Бас. Бірінші сандарды ауыстыру керек бар. Оқушылар қазақша алмаймыз. Мына жерде русский тіл ауыстырамыз. Компьютердің тілін ауыстыр. Тілін ауыстыр. Русский таңдай ғой. Так, енді скриптісін жасап отырсың ба? Тамаша. Бізде кірпіға кіреміз. Мына жерден жасамадың ба? Қайтадан тез қоямын.
Апай не істе? Иә, жақсы. Тамаша. Оразханға бір алма, бір кісі жеп қойды. Апай, Сен күн жеді ма? намыта нақызазама. Жоқ, бөлек алманың, мынау ненің бірінші не дейді? Бірінші алманың скриптісі, алманы таңдап ал. Иә. Аха қоя? Иә, қой сол жерге. Үстін бас. Жай ғана жеп. Жай ғана жеп. Енді скриптісін қоясың. Апай, бұлтан бәрін жасап болу. Иә, тездетіп, оқушылар, мана мен сіздерге жасанды интеллектпен осы алманың, жай қағаз күйіндегі алманың электрон нұсқада өте әдемі суретін шығаруға. Мен амалым жоқ. Апай, менді Кім қой алмады? Мәссаған, мен саған алма берейін онда. Апай, менді апай, Неге кетіп қалды? Şimdi apay, şalmanı jep koysa şalmanı Әрине. verirsin. Иә. Міне бар ғой сенде. Сен алманы өте көп қойғансың ғой. апай, мен сені ана алманыкі болдым ағашты сендірдім. Иә, келесі алманы жасайсың. Апай, біз қаяқта? Апай, мен Кірпінікі әлі шықпады ма сенде? Апай, біз қайда берес? Кірпінікі әлі шықпады ма? Көрсетпейін ба? Қане тамаша. Енді алманы жасайсың. Bunda aşkmış, bunda koyarsın anda. Оқушылар, сіздер қалған екі алманы төмен қарай түсіреміз. Қарның ашық ма? Қазір шыққан сабақтың шыққан соң жейміз алманы. Кірпіге бергеннен кейін үйге барған шығар. Апай, екінші апай алма. Иә, екінші алманы, үшінші алманы. Оқушылар, мен жасанды интеллектпен сіздердің қоятынын көрсету деген бар ма оқушылар? Қай жерде тұрады бізде? Келбетте тұрады. Келбет. Иә, көрсету жасалынуда. Жасанды интеллект арқылы алманың суретін өте әдемі үлгі қылып шығару жолын көрсетейін. Кейін сендерге дайындай берейін. Сіздер қалған жұмыстарыңды аяқтаймыз. Так. Ойбай, не істеп кеттім? Апай, мен кірпіне бүлдіріп жатыр өзім. Оқушылар, бір минут экранға қарайықшы. Мен мына жерде Трион деген арнайы осындай сайт бар. Суреттерді әдемі түрінде жасап береді біздерге. Жасанды интеллект деп айттым ғошаға. Енді мен сіздерге жаңа бұл былай қазақша оқығанмен, бірақ дұрыс шығармай, сол үшін орыс тілінде мен жазып қойдым. Пожалуйста, фотография разрезный, яғни бөлінген алманың суретін шығарып берші деп. Енді қазір сурет салуды басатын болсам, мына жерде ойланып жатыр. Қазір ойланғанша сендер қалған екі скрипт жасап тастаңдар. Мәссаған, бізге әдемі алманың суреттерін шығарып жатыр екен. Оқушылар балалар ма? Жоқ. Бітірейік. Мен сіздерге өте тамаша алманың суреттерін шығарып бердім. Мынандай суреттерді суретшілер де сала ала ма? Сала алмайды. Себебі бұларға бұндай әдемі түспен салынған. Жоқ, бұлар арнайы программалармен өңделген суреттер. Бұған оқушылар ма үш алманы мына жерге түсіріп? Апай, менді кім Әне, сен болдың ба? Жарайсың. Оқушылар, бізге барлық скриптін жасаған әненің жұмысын тексеріп жіберейік. Барлық жұмысты тексеру үшін үлкен экранға қою үшін нарез экран мына жерде төрт бұрышты басайық белгішені. Так, бізде басылған неден алайық осы жердегі. Жоғары көтеріп кетті, әне. Сәл қате жібергенсің. Түсіндің ба бірақ? Жақсы, тамаша. Экранды кішірейтіп қой. Өзіңнің қатеңді түнде қой. Болдыңдар ма оқушылар? Болдыңдар? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Бар, бәрі де бар. Іздеп қарай, жайлап іздеп қарасаң шығады, тамаша.
Алма жеп қойды ма? Некені жеп қой. Жақсы. Топ деп жүрек жеп жатыр, міне дұрыс шығып жатыр. Жеп жатыр ғой, енді жеп жатыр. Жақсы. Қай жерде манағы уақытты көп қойған сіздер? Жеп жатыр ғой. На топты көп қойған ғой, дұрыс қойған қайсысында? Оқушылар, енді менің жаңағы жасанды интеллектке салған мынандай суреттерін жасақтап қойын, оқушылар қарай. Попты алып тасташы. Ерназар, попты алып таста. Мен төмен қарай қарайын. Өте тамаша түсірген әдемі мына оқушылар суреттер. Болса, мен мына жерде жаңағы крион жасанды интеллектке салған мен суреттеріміз көріп отырсыздар ма оқушылар? Алмаларды. Осындай өте әдемі суреттерді жасанды интеллект арқылы жасап, кәдемізге жаратсақ болады оқушылар. Алмалардың неше бір түрі бар, байқап отырсыңдар ма? Осының өзі жеткілікті деп ойлаймын. Бір жұмыс жасасаңдар, презентация немесе басқа да шаруаларға сабақта қолдансаңдар болды. Түсінікті ме оқушылар? Жасанды интеллектпен адамның ойына, санасына келмейтін үлкен жұмыстарды осылай жасап беретін болады. Жалпы жасанды интеллекттің бірнеше түрлері бар. Тек қана бізде бір сабақта бір мысалын алып тұрмын. Алдағы уақытта басқа да сабаққа қатысты бірнеше жасанды интеллектті алатын боламын. Енді бүгінгі сабағымыз барлық жұмысты аяқтасақ, жабамыз қысқа барып компьютерді сөндірейік. Бірінші программаны жауып аламыз. Программаны жауып алайық оқушылар. Алдымен программаны жауып аламыз. Себебі жасаған жұмысымызды сақтаймыз. Өте әдемі жұмыс жасаған оқушыларға сақтауымыз. Иә, сақтауды бастаймыз. Атымды жазады, және мөлшер атымды мына жерде берілген. Име аттай аламыз. Иә. Енді кітаптарымызды ашайық оқушылар. Кітапта біздің 18-ші бетті ашайықшы оқушылар. 18-ші бетті ашайықшы кітаптан. Аяғын орнына отырады, қазір аласың. 18-ші бетті ашайықшы оқушылар. Біз жаңа еңбекқор кейіпкерге, кірпі бірнеше алма бердік те. Енді мына жерде сіздерге кітапта 3 түрлі сурет ұсынған екен оқушылар. Осы суреттерге қарап осы суреттерге қарап қандай алгоритмді ұсынар едіңдер? Ауызбен кім айта алады? Мына жерде екі оқушы не істеп жатыр? Ойнап жатыр. Екінші суретте теңізде, суда немен? Үшінші суретте не көрсетілген? Түлкі мен қарға бұл қазақтың ертегісі. Оқушылар, осы 3 мысалдың біреуін таңдап, идея жасап келіп, келесі сабақта орындайтын боламыз. Түсінікті ме оқушылар? Жақсы оқушылар. Бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Кім ойын барса әдемі ұнады ма? Алдағы уақытта осындай скрипшпен ойын ұйымдастыру жасап қолымыздан келе ме екен? Оқушылар, бүгінгі сабақ барысында түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген сұрақ болса бір қолды көтерейік. Ал сабақ ұнады, алдағы уақытта ойынды не жасай аламын десең екі қолды көтеріңдер. Сосын бүгінгі сабақ ұнап, көңілдеріңнен шықса шапалақтаймыз. Рахмет сіздерге барлықтарыңа өте жақсы жоғарғы деңгейде сабаққа қатысқандарыңыз үшін жақсы деген бағамен бағалаймын. Тек бізде бір-екі оқушы болды, түсінбей сабақты сәл кештеу бастаған. Ол да сабақтың артында ілесіп, ары қарай программа жасап кетті. Оқушылар, сабақ бүгінгі аяқталды. Сау болыңыздар. Бара беріңіз сыныптарыңа.